Жемқорлық індет, оның алдын алу міндет. Себебі ол мемлекет пен қоғамның тұрақтылығына, еліміздің қауіпсіздігіне қауіп төндіріп, жүргізіліп жатқан экономикалық және әлеуметтік реформаларға кедергі келтіреді. Осы орайда жалпы адалдық дегеніміз не? Мұның жауабын іздеуде әрине адам бойындағы асыл қасиеттер еске түседі. Демек, асыл қасиеттер деп еңбексүйгіштік, шынайылық, қоғамға қызмет көрсету, адамдарға жақсылық жасау, кішіпейілділік. Бұл қасиеттер әрбір адамға тән жақсы өмір сүрудің шарты. Осылайша адам бойындағы ізгі қасиеттер неғұрлым биік тұрса, ол адамның аты да, болмысы да жоғары болмақ, және ол адам сымбатты да, парасатты көрінеді. Адалдық адам бағасының бір өлшемі іспетті. Әрбір қоғамның адалдық жайында өзіндік пайым түсінігі бар. Қарапайым халық әрқашанда адалдық қасиеттерін кіршіксіз таза ұстауға ұмтылады. Адалдық адамның жеке басыменен моральдық тұлғасын сипаттайды. Ол туа пайда болмайды. Қоғамның дамуына сәйкес әрбір адамның өнегелі тәрбиесіне, оқып білім алуыменен адал еңбектену процесінде қалыптасады. Баланы жастайынан отансүйгіштікке, адалдыққа, әдептілікке, қарапайымдылыққа үйрете отырып, жаман әдеттерден аулақ болуға, білім менен адал еңбектенуге қалыптастыру үлкендердің негізгі мақсаты. Әрбір атана, әрбір ұстаз балалары үшін лайықты үлгі болып, нағыз қастерлі қасиеттерді таңдауға көмектесетін ұлы тұлғалар. Сіздерге білім нәрін беріп, тәрбиесіне зор үлес қосып жүрген ұстаздарыңыз бен ата-аналарыңыздың үміттерін ақтап, болашақта ел тізгінін ұстар, ел болашағы үшін патриот, елжанды азаматтар шығады деп сенемін. Құрметті жастар, сіздер еліміздің ертеңгі тірегісіздер. Білім мен қаруланған, ақыл парасаты толысқан адал ұрпақтар да Қазақстанның келешегі жарқын болатындығына сеніміміз мол. Сіздерді ел үшін аянбай еңбек ететін, қызмет пен мансап қолаудан бұрын ар намыс пен патриоттық сезімді алға қоятын азаматтар шығады деп сенемін және тілектеспін.